Сәлеметсіздерге балалар, сабағымызды бастайық. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын біз қандай көңіл күйде отырмыз? Өзімізді көңіл күйімізді күле кешірден көрсетпейік. Жарайсыңдар, барлықтарың жақсы көңіл күймен отыр екенсіңдер. Олай болса, алдымызда кіру билеті тұр. Сабағымызды бастамас бұрын біз осы кіру билетін нені білдік сабаққа дейін? Соны терізлетіп белгілешпейік. Бізде бірінші сұрағымыз қазақтың тұңғыш ғарышкері кім? Белгілеңдер. Балалар жауап берсеңдер, белгі қойып белгілеңдер. Талғат 4 сурет, 1 сөйлем деген әдіс арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтап алайық. Бірінші тұрған сурет ғарыш, ғарышкер, тағам, ас мәзірі. Балалар, ойланайық. Ғарыштағы ас мәзірі. Ас мәзірі. Ғарыш дұрыс айтасыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғарыштағы ас мәзірі. Ал олай болса, арғы сабағымыздың мақсатына назар аударайық. Яғни бүгін біздің сабағымыздың мақсатында ғарыш пен жердің тіршілігін салыстырып, және ғарышкерлердің ас мәзірін білетін боласыңдар. Қазір барлықтары маған келе қойыңдар. Келе қойыңдар. Мына жерден бір ала қойыңдар. Ала қой. Жарайсыңдар. Ал кімдің суретінде, кімнің қағазында жердің суреті тұрса, мына топқа келіңдер. Жер. Мына топ жер суреті болады. Жер тобы. Келе қойыңдар. Жерді кім алды? Заттарды алып келе қойыңдар. Жақсы. Ой, дұшқан. Ал енді балалар тобымызға ережесі қойып алайық. Алтын ережемізді құрастырып алайық. Яғни біз балалар сыныпта тыныштықты сақтаймыз. Әр топ тапсырманы орындау кезінде барлық топ көшесі ат салысамыз. Ал балалар келесі кезекте тақтаға қарайық. Қазір бізде галерея әдісі арқылы тақтада бірнеше ғарышкерлердің суреті қойылған. Кімді танимыз? Мұхтар Абалкіров 1991 жылы 2 қазан ғарышқа ұшып, жеті күн 22 сағат 12-13 минут болды ғарышта. Ол Қазақстанда ең бірінші тұңғыш ұшқыш болды. Жарайсың. Келесі топтан келе қойыңдар. Келесі топтан екінші топ. Күн тобынан келе қой. Ол бізде Айдын Айымбетов. Ол 2015 жылы ғарышқа ұшты. Ол Союз ТМ-19 ғарыш кемесімен ғарышта 10 тәулік болды. Ғарышта әртүрлі эксперименттер істеді. Жарайсың. Келесі тағы кімді танимыз балалар? Келесі кімді танимыз? Тосқа танымайтын ба басқасын? Келе қой. Юрий Алексеевич Гагарин. Ғарышқа ұшқан тұңғыш ғарышкер. Ол Байқоңырда 12 сәуірде ғарышқа ұшқан. Ол 1 күн 22 сағат 13 минут ғарышта болды. Жарайсың. Ал балалар, біз білмейтін енді мына кісілерді танимыз ба қалған? Ғарышкерлердің суретін назар аударайық, танимыз ба? Жоқ, танымайды екенсіңдер. Олай болса балалар, мен осы ғарышкерлер туралы мен сендерге кішкене де болса мәлімет берейін. Бұл екі ғарышкерде Кеңес одағының батыры құрмет медалімен марапатталған. Ғарышта екеуі де ашық орбитаға шығып, ашық алаңына шығып, зерттеу жүргізген ғарышкерлер деген. Ал енді балалар, қазір мен сендерге ғарыштағы түскі ас мәзірі туралы мәтінді оқып берейін. Балалар, қазір бізде түртіп алу, мәтінді түртіп алу әдісі арқылы оқимыз. Барлығымыз жай қаламдарымызды алайық. Мен білгім мен азық-түлік салынған қорапты байқамай ашып қалды. Сол сәтте қораптан біздің сұхбаттағы борщымыз, консервіміз, нанымыз ытқып шықты. Түскі асымыз ғарыш кеменің ішінде ұшып жүр. Мұның барлығын қуалап ұстап, резеңкелі беткіштерге салғанша бірталай уақытымыз кетіп қалды.
Ал шанышқы мен пышақтарымызды жерге қайтып келгенше таппадық. Олар зым-зия жоғалды. Содан қосымша блоктағы басқа ыдыстарды пайдалануымызға тура келді. Ғарышта тамақ іше білу керек. Тамақты аузыңды жаппай шайнасаң не сол сәтте сөйлеп отырсаң, аузыңнан ұшып шыққан нан қоқындары ботқа мұрныңның жанынан қалқып жүреді. Сықпақтыдан қарақат шырынын ішіп отыр, бірнеше тамшысын төгіп алған едім. Сонда шырын домалақ қызғылт жиі шағын айналып, ғарыш кеменің ішіне жүзіп кетті. Мен оны асап жібермек болып қуалап көріп едім, мұрнына жабысып қалды. Танауым шиедей қызыл түске боялды. Тағамды құрап жібермек болып қуалап көріп едім, мұрнына жабысып қалды. Танауым шиедей қызыл түске боялды. Тағамды құртып жеуге тырыссақ та тамақтан кейін кеме ішін шаңсорғышпен тазалауға тура келетін. Салмақсыздық жағдайында тағамның қиқымы тыныс мүшесіне түсіп кетсе, өмірге өте қауіпті болады. Ғарышта жердің күн тәртібімен өмір сүрдік. Сондықтан түнгі 11-де ұйқыға жаттық. Кабинаның жарығын өшірдік. Тек кезекші шам мен сырттағы дабыл шамдарының терезелерінен жарық түсіп тұрды. Біркелкі ырғақ пен желдеткіштің дыбысы естілді. Осы дыбыс ырғағының тербеткенімен мен тез ұйықтап қалдым. Бірнеше минуттан кейін көзіме түскен күннің ащы сәулесінен оянып кеттім. Қалай тез таң атты? Ұйқым келіп тұр деп ойладым мен. Содан кейін ғарыштағы түн 45 минут болатыны есіме түсті. 4. Ғарыштық түн мен күн ұйықтауымыз керек еді. Мен командиріне қарадым. Ұйықтап жатыр. Қолдары салмақсыздықтың әсерінен әуеден тербеліп тұрды. Жаңа ақпарат. Ғарышта тамақ жеген кезде, аузында ашқан кезде, нанның қоқындары аузында далаға шығып кетеді ма? Қызық болды. Жақсы, жаңа ақпараттың. Дұрыс себебі ол салмақсыздықтың әсерінен болды. Меруерт? Түнгі уақыт тек 45 минут болатыны мен таң қалдым. Себебі балалар, түнгі уақыт 45 минут болатын себебі ғарышта ғарыш кемесінде станциядағы кемелер тез айналатын болғандықтан жерді ғарыш кемесі күндігіне 15-16 рет айналып шығады екен. Сондықтан ол күннің атуымен түннің ұзақтығы 45 минут болатындығы сондықтан екен. Келесі қандай күнде тағы жаңа ақпарат бар? Ал тұқтан айта ғой. Ол ояқта аузыңды жауып тамақ жемесең, ол аузынан шығып кететіні. Сол жаңа ақпарат болып тұр, иә? Дұрыс айтасыңдар. Ол салмақсыздықтың әсерінен болды деп ойлаймын. Жарайсыздар. Келесі тапсырмаңызға назар аударайық. Міне балалар, мен сендерге ғарыштағы салмақсыздықтың, ғарыштағы жаңағы тағамдардың не үшін сықпақтыда болатындығы туралы сәл бір-екі түсініктеме беріп жіберейін. Ғарышта ғарышкерлер түрлі ас мәзірін пайдалана алады. Олардың тағамдары арнайы сықпада болады. Бұл сықпалардың ішіне жеміс кеселдері, сүтті кофе, борщ, саңырауқұлақ сорпасы, түрлі ботқа, түрлі тауық еттері болады екен. Ғарышкерлерге сықпадағы тағамдарды алып жүру, қолдану өте ыңғайлы. Сондықтан да оларға осындай сықпақтыда арнайы тағамдарды әзірлеп береді екен. Ал енді келесі тапсырмамыз дөңгелек үстел деп аталады. Балалар, қазір мен сендерге тапсырманы бермес бұрын мәтінді бөліп берейін. Мәтіннің бірінші, екінші бөлігін азат жолын бірінші топ оқысын, екінші, үшінші азат жолын екінші топ оқыңыз, үшінші, төртінші азат жолын үшінші жаңағы топ ай тобы бастап оқиық. Қане балалар, бастаймыз. Ғарышта тамақ ішуі ауызды жауып ішу керек. Әпсе ауыздағы нан қоқындары төбеге ұшып кетуі мүмкін. Тағы да екінші сұрақ бар ғой балалар. Екінші сұрақ мен ғарышта тамақты қалай жейсің деген. Павел Ивановичтың басынан не жағдай өтті деп? Ол тамақтары төгіп алды, нан бәрі төбеге ұшып кетті. Сөйтіп оның пышақ заттары ол жоғалып қойды. Оны жерге түскенше таппай қойды. Екінші не бойынша бірінші сұрағымызды оқиық, сосын жауап берейік. Автор не себепті тағамды ұқыпты жеу керек? Себебі оның аузынан нан қоқындары шығып кетуі мүмкін, және де
Екінші сұрақ бойынша Айнек айтады ғой. Тағам қиқымының өмірге қандай қауіпі бар? Тағам қиқымы егер де тыныс мүшеге түсіп кетсе, оның зор қауіпі болуы мүмкін. Тыныс мүшеміздің қауіп болуы мүмкін тыныс мүшемізде. Жақсы, екі сұраққа жауап беріп қоя. Келесі. Ғарышта неге қалай тез таң атты? Себебі ғарышта 45 минут болады. Осы мәтінде ең қызық, ең қиын, ең қажет болған сендерге тұстарын мына қағазға, ең әдісі қағазына жазамыз. Көріп қойды. Айтылды. Ең қажет болған жағдай. Ең қызығы бізде ғарышта күн, түн 45 минут болады. Ең қиыны ғарышта тамақ жеу. Ең қажетті ғарышта тамақты ауызды жауып жеу керек. Дұрыс айтасың. Негізі бұл бірінші топтың тапсырмасы болуы дейді. Кеттік, үшінші топтың тапсырмасы болуы. Екінші топтан кем оқиды. Балайын сен оқитын өсейші, бұл Айнек оқиды. Ең қызығы ауызда тағамдар шығып кетуі мүмкін. Ең қиыны ауызға микробты қиқым түсіп кетсе өмірге қиын болатын еді. Жақсы. Ең қажеті? Тағамды ұқыпты тазалықты сақтап жеуіміз қажет. Жақсы. Үшінші топ Ай тобынікі. Кім оқиды? Ай оқиды ғой? Ең қызығы орындары заттан ұшып кетеді. Ең қиыны түн 45 минут болады. Жарайсың. Ең қажеті жоқ. Жақсы балалар. Бала топта барлық мүшелер жұмыс істегендіктен мен ең деген жаңағы әдіске барлықтарына мен қосу белгісін қоямын. Себебі біз бұл жерде барлығымыз топпен жұмыс жасадық деп ойлаймын. Мен барлықтарына қосу белгісін қойдым. Себебі барлығымыз атсалысқанын мен байқадым. Келесі тапсырма кеттік. Келесі тапсырма бізде балалар шығармашылығында шыңда деп аталады. Бірінші топқа ғарышкердің ас мәзірін жасауды ұсынамын. Екінші топқа қиялымдағы ғарышқа ұшатын кемен жасаймыз. Үшінші топқа салыстыру кітаптағы 6-шы тапсырманы орындаймыз. Бірінші топ ғарышкерге ас мәзір жасап көріңдер. Қандай ас мәзірін ұйымдастыруға болады? Екінші топ қиялымдағы ғарышты іздейміз. Қазір мен сендерге модель үшінші топқа салыстыр әдісі ғарышта мен жердегі салыстырамыз. Балалар, мына берген суреттермен маңайдағы ғарыш кемесін құрамдар. Үлкен бұл, үлкен. Сендер Ғарышта ас мәзірін пастаға салу керек. Өйткені ғарышта неге жазыңдар айта ғой? Қандай ас мәзірін құратын еді ғарышта? құрт, мас, жеміс-жидек және борщ. Не себепті қымыз, құрт деп алдыңдар? Өйткені олар денсаулыққа және жақсы денсаулық Пайдалы болғандықтан ал болсындар. Дұрыс айтасыңдар, отыра қойыңдар. Бізге берілген тапсырма салыстыру. Біз ғарышта салмақсыздық болады, ал жерде салмақ болады. Ғарышта 45 минут болады, ал жерде 45 минут болады. түн 45 минут болады. Ал жерде болса 6-7 сағат болады. Ал ғарыштағы тамақ таста болады. Ал жерде кәдімгі тамақ болады. Табиғи тамақ. Жақсы жарайсыңдар. Келе қойыңдар. Келесі балалар, келе қойыңдар. Бұл біздің ғарыш кемеміз. Бұл ғарыш кемесімен біз